Біз бұл дүниеде мойындамаймыз ғой. Бір істеп қойған қателігімізді мойындамаймыз ғой. Кішкентай бала бірдеңкені білдіріп қойған кезде үстінен білдіріп, ана кішкентай болғаннан кейін білдіріп қояды да бәрібір. Ой, әке мен емес деп қояды жаңағы. Біліп тұрасың да сол кішкентай балаң екенін істеп қойған. Ана үлкен болған кезде де, енді біз үлкенбіз да, бірақ айламыз күшейген, өмірлік тәжірибеміз бар да, басқаша алдаймыз да, мен емес, бірақ. Түбіндегі әңгіме мен емес, өз-өзіңізді алдап шығу, ақтап шығу. Алла Құранда айтады: "Фала тузакку анфусакум", өз-өздеріңізді ақтамаңыздар. Кінәлісің ба, мойында. Күнәң жасап қойдың ба, мойындаңыз да, Құдайдан кешірім сұраңыз. Ал мойындамау, ол сондай жаман сипат. Неге бұл во внимание алынып жатыр? Негізге себебі қияметте сондай адамдар болады. Мен емес деп айтатын адамдар болады. Мен істеген жоқпын. Сол үшін мойындау, құрметті жамағат, ол жақсы сипат. Кінәңізді мойындай біліңіз, қателігіңізді мойындай біліңіз, Құдайдың құзырында, және де соған кешірім сұрай біліңіз, иншалла.